вақалар авто тариф үтмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Русияда бірінші сефер Қырымда креветкалар махсус инкубаторларда өстіріле. 40% азырлық кезлевде спортив сағламлаштыру комплексінің құручылығы бұл сененің сонына жекөнленежек. Курорт мевсімінің қызғын девірі Қырым Кенеде Русиялеріні желпеті. Қырымда 7 адам яқаланды. Олар Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир адлы террористик тәшкілатта іштирак етуінде қабатланалар. Бұл адамларының евлерінде пропаганда маземелеріні ве ясақ етілген нішірлеріні таптылар. Оперативниклер группировканың азалары акимиетке қаршы идеологияны дарқатылуыны белгіледілер. Бұндан да ғайры олар Қырым мұсылманларыны ой сыраларына вербовка етеділер. Жинайы иш açıldı, тақиқат девам еті. Вот эти запретительные меры и профилактические со стороны муфтиата позволят нам не допустить распространения вот этой экстремистской, разрушающей крымско-татарскую культуру инфекции идеологической на полуострове. Қырым Девлет Шурасының мебусы ве Девлет хавсызлығы органларының сабы Хадимы Сергей Дремов ұқуқ қорчалайжыларының әрекетлеріне қимет кесті. Вы же знаете, что основной целью данной организации ставит построение так называемого смиренного халифата, и для достижения данных целей они используют всяческие, в том числе радикальные способы воздействия на наших граждан. Спасибо большое органам безопасности, которые своевременно выявляют, своевременно пресекают деятельность данной организации. Подобные течения всегда вели к бедам, вели к несчастью, и их с точки зрения ислама, то есть Аллах к этому не призывает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда нам говорил, что мы должны держаться от этого как можно дальше, но, к сожалению, люди, которые не знают истинный ислам, не знают наши истинные ценности, от этого отделяются. Ақшехте махсус инкубаторда 4 миллион креветка чықарылды. Бұл Русияда ве бұтын Европада екене креветка фермасыдыр. Мұнда бияз аяқылы ванамы чешітті остырыле. Эльмас Аблакимова бұл уникаль мүйседе болынды. О Қырымның шымали ғарб тарафында екене мұсафер насыл остырылгені ақында тариф етежек. Қабыздың түбінде океан мұсафирлері ашықмаздан ялдайлар. Ақшейх районының Сары Болат кöyінде яқын ерде бірінші ве екене креветка инкубаторы çalışа. Шымды ilk 4 миллион кичік креветка әлді етілді. Оларына енді бақылған хавузға еберделер. 4 бассейнер, бірінің көлемі 10 кубометр, бойлы ерде креветка өзіні яқшы дуя. Креветканы екі тарафтан ховалап тұтмақ енгілже. Бұл креветканың ванамей ядлы чешіті, оларының ағырлығы тахменен 85 грамм. Ванамей креветкасы океанда ялдай, оның үшін сувғамында туз ве микроэлементлер қошалар. Бұның үшін уч басамақ темізлев кече. Эта пена – показатель того, что в воде присутствует очень большое количество кислорода. Это у нас 3-я степень очистки воды, то есть после этого вода нагревается и уже попадает в бассейн к родителям. До какой температуры нагревается? 32 градуса. Креветка мотыль ве актиния ашай. Емеклерні Севаш гөлінден алалар. Амма ем олмақтан evvel devamlı laborator tetkiqatlar keçе. Бір қырықсат тест tetkiqatlarının нәтижелеріні бақамыз, емлеріні қошамыз, кол балаларыны доғру ерлештіреміз, ән кечіклерден ән бұйыклерге же. Фирманың лейхасы 2015 сене пейда oldu. Оны 3 дост уйдырып чықардылар. Олардың бірі америкалы Хэнк Баумен креветка асравы бойынша мутехасыз. Оқырымда 8 ай евелсі көчіп келді. Бір достым Русияда креветка бизнесінен ұғрашып бақмақны теклиф етті. Мен разы олдым ве көргеніміз кібі әршей яқшы олды. 2019 сенесі балық асыраған қожалық 100 тонна мақсулат ішлеп чықарды. Очень перспективное предприятие, и то, что они сегодня заложили маточное поголовье, которое имеет уже результаты, таких аналогов нет у нас в России и даже в Европе. Мы не можем сказать, где это есть. Келечекте müessese күчіні ве көлеміні арттырмаға ниетлене. 2020 сене 200 тонна креветка elde etmege umut бар. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Асан Ибрагимов, Миллет үшін.
Кезлевде спортив сағламлаштыру комплексны елінің сонуна эксплуатацияға тапшырмаға ниетленелер. Объект 40% азыр. Енді ярын құруджилар бинанын дамыны тіклеп башлайжақлар. Бұл ішлерде қач адам чалыша, монтажде ве қайнақчалар насыл аваш ретлерінде чалышалар. Жеваплар Мухаммеди Кирияевның репортажында. Құржылар бригадасы отбасқан ерді яны спортив сағламлаштыру комплексіні құрып башлайлар. Бұл ер сағлам аят тарзыны севгенлері желп әтіжек. Объектке федераль бюджеттен 90 миллион рубля айырылды. Чешет монтаж ишлеріне бежерген Александр Миникеев атта 30 градуслық sıcaklıkта чалыша. Баштан олар маддена 2 градус хажы қыздыралар. Bundan son o автоген мадден конструкцияны кесе будам için кереклі. Александр Крымға Краснодар вилаятынден келіп чалыша. Жемхуретімізде ойында 3 айдан берле булуна. В основном 2-3 месяца, смотря от величины. Бывает и полгода, 2 года. Мы работали на Молькино, там военный городок, строили ангары для военных. Ну там огромные они были. И занимало 1,5 года. Мадден азырланған сон Денис Нурматов ташыйчы конструкцияны бітіштіре. Бұл ішні ойапмақ үшін мақсус урбада бежере. Хайнақчы зинаты ән ағрылардан бірі сайла. Денисінің айтқанына көре бұл ішні севмек керек. Азыр объекте ой ішінің нетижесіні көрмек айры зевқтыр. Когда стоял пустырь, а сейчас, допустим, здание возводим, потом будут дети играть здесь, спортом заниматься. Конечно, приятно. Спортив сағламалаштыру комплексінің құржылығы бұсене январь айында башланды. Объекте тренажер ве баскетбол заллары олacak. Мында мини-футбол да ойнамаға мүмкін olur. Значит, здесь могут заниматься все жители близлежащего района. В том числе он рассчитан на посещение маломобильными групп населения. Комплексте бір вақытта 90 кіші бұлынмасы мүмкін. Отолы шекілде азыр ұлған сон территорияда тереклер ве чешет осумлеклер сачылacak. Объектны бұсене эксплуатацияға тапшырмаға ниет етелер. Мухаммед Зикриев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Қырымда 600-ге яқын мұсафырхане Роспотребнадзор талапларына riayet етіп, яныдан чалышып башлады. Хатырлатамыз, елінің бірінші күні ярымадада курорт мевсімі башланды. Біздің мұхбиріміз Сабина Дениева мұсафырханелерінің вазиеті вианда санитар нормаларына насыл riayet етілгені аққында тариф ете. Кефе судах Вейслям Терек районы бойынша Роспотребнадзор территориаль бөлігінің мүдірі Василий Мизин мұсафирхане комплексіні эпидемияға қаршы чаралер riayet етілівіне тішкере. Бактерицид, ультрафиолет, рециркуляторлар, тиби маскалар, дезинфекция васталары бар. Ресепшінде хоршалав экраны ерлештірілген. При приеме на работу новых сотрудников, как и старым, были проведены анализы на ковид и, естественно, с отрицательным тестом были приняты на работу. Мұсафирхане комплексінің ресторанында да и пысы санитар чаралары бақыла. Сейчас у нас всего 12 столов на летней террасе. Летом по 20-30 расстояние, чтобы люди сидели на расстоянии. Это делаем. Тешкережілер нетиже чыхарала. Комплекс мұсафирлеріні қабул етмеге азыр. Судақтаки bu отельді қаты тешкерювден кече. Инспекторлар қайт еткенлеріне көре туристлердің хавсыз ратланмалары үшін керекли әр-шей сатын алынды. Энді мұсафирлеріні қоймаға мүмкін. Рекомендации в основном все понятны. Есть небольшие трудности в целом по региону, насколько я понимаю, с поставкой рециркуляторов. Но так как это было все озвучено заранее, мы это все предусмотрели. Все в рабочем режиме осуществляем. Василий Мизин сабаты в терны тешкере. Эрше яхшы, дей. Қырым отелерінде ковид хасталығына қаршы эпосы хавсызлық чаралер бақыла. Температура это проставлена в 8 часов утра, в 13 часов дня. Это пример правильной формы ведения журнала. Здесь график и его соблюдение обработок, без обработок в разных помещениях. Қырынын курорт ве туризм везірі Вадим Волченко мониторинг даими шекілді кечерілжек деп анлаты. Оның əsas мақсады курорт бизнесіне ишке қайтмаға ярдым этмектір. Мы понимаем, что вот после вот этих 3 карантинных месяцев мы в принципе находимся в другой реальности. Мы очень надеемся на то, что у нас не будет никаких новых вспышек, никакой новой заболеваемости, но должны быть к ним безусловно готовы. Невбете кефе шеры. Кележек мониторинг тамам анда кечерілжек. Сабина Дениева, Рамазан Аливапов, Милет үшін.
Қырым Русиялілер арасында ең рағбетлі ратлық ерлері жедвелене кірді. Ярымадаға четел ратлығындан рет еткенлер келелер. Мұсафырханелерде одаларының бронетілігі 90% ашты. Везірлікте айтқанларына көре июль айында Жұмхуретімізде 1,5 миллионға же турист ратланacak. Мевзуна Айша Шулакова девам ете. Восхитительная природа, очень много достопримечательностей, очень хорошее чистое море. Гүзел табиат ве Қырымлы мұсафырченлік, айны бүшелер, баландинлер Құрантасыны Қырымға желпетті. Оларның ярымадада бұлынма қарзусы тек бұяз керчеклешті. Татилінің бір аптасы девамында олар енді Женеби ялының ең танылған ерлеріні зиярет еттілер. Массандра сарайы да диққатсыз қалмады. Поражает архитектура на самом деле, похож вот на какой-то, будем говорить, Лувр. Баландинлер Нижнекамск шерінден келділер. Олар Ялтада тоқталдылар. Бұл шер айлеви ратлық үшін пек келішкен ер деп саялар. Тут есть аквапарки, бассейн, море, очень красиво, милые медузы, которые похожи на желе, очень классно. Эвелден bu айле тек четелде ратланайды. Енді олар ярымадамызны башқа ерлерінен қияслай білелер. Очень хорошее качественное обслуживание. Самое главное, я уже говорил о том, что вот те люди, которые тебя окружают, это абсолютно доброжелательные, гостеприимные люди. Это семейный отдых, это хорошего уровня отдых на территории Российской Федерации. И я считаю, что вот наряду даже с зарубежными странами нисколько не уступает. Здесь очень комфортно себя чувствуешь. Сияхатқа машинанен чықтылар. 2000 километрден зияда yol кечтілер. Қырым көпіріне Ветаврида трассасына да қимет кестілер. Отдохнули замечательно, даже уезжать неохота. На самом деле, вот сегодня последний день отдыха, но и я, и моя семья, даже вот такое чувство какой-то грусти, что ли, что вот этот отдых уже закончился. Мы обязательно приедем в следующем году, потому что не все еще достопримечательности посетили. Баландинлер ратлықның сонки күніні, әдетінше якынлары ве туғанлары үшін хатыра бақшышларыны сатын алалар. Впечатления самые положительные. Очень все понравилось, очень здорово. Уезжать вообще не хочется. Сегодня последний день здесь. Ну вообще, это просто очень суперский отдых. Мы будем его советовать всем нашим друзьям, товарищам. Мы прям в восторге вообще от него. Сынырлар қапалы. Қырымны сечкен Руселелерінің сайысы эпарта. Эвел четелдер атланмаға севгенлерді мұнда келелер. Мұсафырхане, шифахане виателлерде номерлерінің 90% енді бронь етілді. Қырымға келгенлер оны Черногорияның қияслайлар. Ярымадада эм Мальдивы, эм Кариба адалары ве аты Исвечре бар. Қырым Руселелер арасында ең рағбетлі ратлық йөнеліші олды. 2020 сене кечкен сенелерге баққанда толу мұқязлы олачағы бекленілі. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін. Ислам Терек районының Шейх Мамай көйіндеке ятаханеде юз берген янгында бір еркекнің жеседі тапылды. Бұл уақытта февкуляды вазиетлер везірлігінің матбуат қызметі хабер етті. Атешіні 2 саат девамында сондырдылер янгын 120 квадрат метр территорияны қаплап алды. Олған вақиянын себеплеріні экспертлер угренелер. Донецк шерінден Қырымға доғру автобус рейслері қатына башламасы мүмкін. Бұл ақта Крым автотранс идаресінің мудирі Андрей Бессмертный хабер етті. Қатыратамыз июнның 26-сында Ярымадада Русияның деге регионларының автобус бағыны тікледі. Мудир елға чықмақтан евел план тызып билетлеріні сатын алмаға тәвсие етті. Қырымда кечкен сутка девамында 9 кіші коронавирус хасталығындан тедавиленді, яны 28 хаста қайт олынды. Бөле малюматны Қырым елбашчысы Сергей Аксенович симаяғларындаки сайфесінде білдірді. Кескін респиратор инфекциясының әлеметлеріні дуйып башлағаныңызнен, өз башымча тедавийлевнен оғрашманыз. Мұтлаға яшаған ерлеріңіздегі поликлиникаға телефон вастасынен хабер етіңіз. Яда ажелі баға мұражаат етіңіз. Олар Жұмхуриетінің везірліклерінде ве идарелерінде çalışа. Айрыжа bu әслі башла адамларға, хроник хасталықлары олған ве четелден келген сон, қатты самоизоляцияда бұлынғанларға айт. Жұмхуриетте уммен ағымдаки дәвірінде 789 хаста қайт етілді, 578 кіші шифаланды. Қырымда 3 айлық тенефустен сон кинотеатрлар өз қапыларына açты. Олар эпидемияға қаршы қайделеріне riayet етіп çalışалар, яғни сеанслардан евел сәржелерінің sıcағы өлчене, заллар дезинфекция етіле ве оларны тек ярыға тұлдырмаға мүмкін. Премьералар не вақыт олачаға қында мұғберіміз Гүзел Мамбетова біле.
Sıcak ölçenovi ve ellerinin dezinfektsiyası. Kinotеатр xadimleri kelgenlerge yanı sanitar kaydalarını riayet etmeye yardımcı olalar. Seyirci elleri için salfetka da alması mümkün. Ama Rospotrebnadzor bundan gayrı da talaplar koya. Zal içinde hafsız mesafe kaldırılmak gerek. Adamlar mutlaka santraç şeklinde oturalar. Tek aile çiftleri için istisna çalışa. Kinoteatrının xadimleri işe çıkanlarından baktılılar. Misafirlerini tolu şekilde hafsızlıkla temin eteler. Рада выйти на работу, увидеть людей, увидеть своих постоянных, людей, которые к нам приходят сюда в кинотеатр. Sınırlanıvlar lahu etilgen son birinci seanslarda seyirciler daha az. Ama kinoteatrının memuriyeti onların sayısı artacağına umut besley. Интерес у зрителя, безусловно, есть. Очень долгое время сфера досуга была для всех недоступна. Но мы очень ждем премьер, потому что интерес у зрителя появился, но, к большому сожалению, на данный момент залы не сильно загружены. Премьералар şimdilik olmasa bile seyirciler evvelki gibi kinoga barmağa imkan açılganına kuvanalar. Конечно, радует, что наконец-то можно вернуться к нормальной жизни. Я на этот фильм ходила еще до карантина, и, получается, его закрыли, и сейчас это как такой прям процесс был пойти снова, что жизнь вернулась в свое прежнее русло, что все так прекрасно стало. Я рада, я наконец-то смогу смотреть свои фильмы любимые. И надеюсь, еще больше будут выходить, независимо от того, что карантин прошел. Голливудта çıkarılgan ya da yerli yanı filmler ekranlarda endi gelecek aydan gösterilip başlanacak. Şimdi ise seyirciler barda çıkan filmlerini seyir edebilirler. Seanslar cedveli kinoteatrlarının saytında var. Hafızasılık çarelerine bakıp kinocular biletlerini online ya da kontaksız şekilde satın alabilirler. Güzel Mambetova, Arsen Fukala, Millet için. Арслан, леопард, қашқалы ат, кенгуру Умумен бақчысарайының миниатюралар бақшасында 3000-ден зияде айван яшай. Яқында мында яны дүния пейда oldu. Сервал машықлар дүнияға келді. Бақчасарайның айванат бақчасында бұл екі кичик сервалы мышығы 2 hafta велси пейда oldu. Ана бабалары оларны қабул etmediler. Енді айванчықларны айванат бақчасының хадимлері бақажақлар. Эльдар Лиманов айванат бақчасының хадимы. Оның айтқанына көре мышық балаларыны бақмаға пек бегене. Оларны елерінен ашата. Бөле етіп олар өзлеріні хавсыз сезелер. Баштан кичкене айванчықлар 2 saat аша еділер. Оскен сайын ашларының порциялары арта. Шымды есе оларға аш 4 saatта беріле. Они очень активные, чуть попозже они облиняют, и у них уже пятнышки будут четко выявлены. Сервала bu yırtıcı mышықлардыр. Олар Африкада яшайлар. Пек дүлберолы бойлары 1 метрге жетті. Құйрығының ұзынлығы есе 40 сантиметр. Аяқлары ұзын. Панжылары бұйық олғаны себебінден олар yüksek от içinde etrafını uzaktan көрелер. Құлақлары есе 2 четте дегилді башының ортасында ерлеші. Onun için пек яқшы ешітелер. Bu ise енді сирек yırtıcı hayvanı, мышық аювы. Onun boyu 61-ден 96 сантиметрге жетті. Ağırlığı ise 14 kiloға yakın. O esasen meyve ашай. Попроси. Вот так, молодец. В нашем зоопарке он единственный в Крыму. Охотятся они как кошки, а ходят как медведи. Biz için hayvanat bahçesinde küçük ekskursiya geçirdiler. Тут у нас леопарды. Это, допустим, самец Шеба, а это девочка. Зовут Грета. Напротив них олени находятся, лань европейская. В этом году у них 12 числа они привели почти 10 малышей в один день. Айванат бақшасының хадимы анатқанына көре, әрбір айванға мұнда айры жаянашалар. Mesela кемерлеріні sıcақта ювындыралар. Кемерлері өзлері суға далалар. Ава қарардан зиеде sıcақ олғанына бақмадан паркта зеретчілер етірлі. Адамлар мұнда достларының бүтін айлерінің келіп айванларын тынышалар. Оларны ашаталар ве вақытларыны яқшы кечерелер. Сабина Динеева, Рафаэль Вахидов, Милет үшін.
Қырым тұтар масаллары Русияның смартфонлары ичун Лукоморье адлы илевесінде пейда олды. Буақта ишлерші қарайжыларының матбуат қызметі хабер етті. Шіркеттің мәліметіне көре масаллар хтисаси студияда язылған, оларына актерлар сеслендірділер. Әрбір масалға келешкен иллюстрация бар. Оларының әрбірі милли медениетіміздің хүсетлеріне акс еті. Лукоморье адлы илевені епісі электрон гаджетлерге бедава әндірмеге мүмкін. Бүгінге бұл епісі хаберлер миле телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.